Бір күні Сүлейменнің әскерін көрген құрмысқалар патшасы әскеріне дереу інге тығылыңдар деп бұйрық берді. Сүлеймен күліп, неге қаштыңдар деп сұрады. Құрмысқа, әскеріңмен бізді таптап кетпес үшін деп жауап берді. Ал сен өзің неге қашпайсың? Мен басшымын. Елге қиындық келгенде есі дұрыс патша жан сауғалап қашпас болар. У ішсең руыңмен деген, деді. Сүлеймен таң қалып, өзің жәндіксің, даналықты қайдан білесің? Деді. Құдай елімді саған ғана берген деп ойлайсың ба? Алла даналықты қалаған қолына ғана береді, ал мал-мүлікті қаламаған қолына да бере береді деп жауап берді. Сүлеймен оның ақылына риза болып, әңгімеге тартқысы келді. Алладан ілім ғана сұрағанша, неге мен сияқты билікті де қоса сұрамадың, деді. Ең ақылды адам, ел билеуден аулақ болған адам. Алладан болмасты сұрамадым. Бір ретте Алла менен, атыңды Сүлейменнен асырайын ба, әлде жасырайын ба, деп сұрады. Бұл дүние, о дүниенің көлеңкесі емес пе? Желмен жарыспа, көлеңкені қума деген. Болмасқа толмасқа мақсатты салмайын деп, дүниенің атақ даңқынан өзім бас тарттым. Атақ пен даңқ өлген кісіге пайда бермейді, бірақ тірі адамға өлгенше тартқызатын азабы бар. Алла маған онсыз да мекендеуге 40 қабат жердің астын берді. Қаламасам да 40 рулы елге басшы қылды. Ынсап сайын береке маған осы жетіп жатыр. Ұлық Алла саған не берді, Сүлеймен? Деді құрмысқа. Сүлеймен сасып қалып, 18 мың ғаламның билігін берді. Ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда деп жұдырығын көрсетті. Әй Сүлеймен, ақылды адам жұдырықпен ел басқармайды. Ел ақылыңа байланады, махаббатқа маталады. Басқа қандай құдіретің бар? Алла желді құзырыма берді. Ерттеп мініп, бір күнде 1 айшылық жол жүремін. Алла желді не үшін бергенін ұқпадың ба? Бұл дүниенің ісі жел сияқты жылдам өтеді. Көзге көрінбейді, қолда тұрмайды. Мұндай тұрағы жоқ желді мінгенше, білім пырағына мінгеніңде көзді ашып жұмғанша, аршы күрсі, ғаршы әлемнің бәрін аралар едің ғой. Тағы не бар мақтанатын? Алтыннан жасалған тағым бар. Отыруға жерде жетеді. Алтын баянсыз, билігіңнің баяны болмайды екен. Басқа қандай құдіретің бар? Деп тағы сұрады. Жер жүзіндегі жын мен періні құл еттім. Жын пері, күл қоқысты мекендейтін, зұлымдыққа жаны құштар мақұлық, олардың адамға пайдасынан зарары көп. Одан да Алланың бүкіл қызметіне алаңсыз қараушы періштемес дос болғаның абзал. Тағы не артықшылығың бар? Қасиетті жүзігім бар. Алла барлық билікті осы жүзікке сыйғызды. Алланың алдында сенің билігіңнің бір түйірі тас екен. Оған мақтанба. Алла қаласа билікті кез келген пендеге бере алады. Жүзігіңнен айырылсаң, сенен өткен бейшара жан табылмас, деді. Сүлеймен сөзден жеңілді. Өзін жұрттан артық, елден ерек, ақылды деп санағанына ұялды. Құрмысқа Сүлейменге, әскеріңе айт, бізге қонақ болсын. Осында түнеңдер, деді. Сүлеймен, әй құрмысқа, бізді қалай күтесің? Тойдыруға азығың жетпес, деді. Құрмысқа ініне кіріп, шегірткенің артқы аяғын алып шықты. Сүлеймен, мынау не? деді.
саған және сенің әскерлеріңе тамақ. Шегірткенің аяғымен бізді қалай тойдырасың? Тойымдықты Тәңір береді, алып құж-нұқтың жарты шелпек нанына тойған. Үй егесінің асына емес, ықыласына қара деген. Қарын тамаққа тоймаса да, қабаққа тояды. Берген асының қуаты кешке дейін жетпейді. Бірақ көрсеткен ықыласы мәңгі бақи естен кетпейді деген, деді. Сүлеймен де, әскері де шегірткенің артқы аяғына тойып қалды. Құмырсқаның ініне кіріп, 2-3 арба дәнін алып шықты. Сүлеймен, мұны не қыласың? Деп сұрады. Енді аттарыңды жемдеймін. Сенің алдыңда даңқы жер жарған Сүлеймен деген патша өткен. Соның қапшығы жыртылып, арпасы шашылған. Бұл жарықтық сол патшаның көзі. Мұнымен саған дейінгі 10 Сүлейменнің атын жайлап едік, деді. Менен өзгеде Сүлеймен деген патша болған ба? Деп сұрады. Ей, Сүлеймен, Құдайдың сенен басқа Сүлеймені жоқ дейсің бе? Ұлық Алла қаласа, сендей Сүлейменнің мыңын жаратады. Дүниені жалпағынан басқан жалғыз менмін деп масаттанба, депті. Сүлеймен сөзден жеңілді. Сүлейменді ұйқы жеңіп, көзі ілініп кеткенде Мәзере Құмырсқа: «Әй, Сүлеймен, сен ұйықтап қалдың ба?» деді. «Иә, мойныңды зіл батпан міндетің бар, қалай жалаңсыз ұйықтайсың? Мен де бір елдің патшасымын. Бүкіл жұртымның тағдыры мен тіршілігі мені уайымсыз отырғызбайды. Елімнің қам-қарекетін түгендемей, төсекке тыныш жата алмаймын. Қол астымдағы халықтың ауру сырқауы болса, сауығуына жағдай жасаймын. Аш жалаңаш болса, ас ауқатына қарасам, әрбір құмырсқаның қайғысына да, қуанышына да ортақтасуға тырысамын ғой», деді. Сүлеймен содан бастап, халқы тыныш болмаса, өзі де тыным таппайтын күй кешіпті. Ертесіне Сүлеймен жолға шығайын деп жатқанда, Мәзере Құмырсқа: «Сүлеймен, бір қолқам бар еді», деді. «Екі құлағым сенде», деді Сүлеймен. «Бұдан бұлай әскерін қызыл жалау ұстап жүрсін. Қызыл түсті көргенде, әскеріңнің аяғында тапталмас үшін біз жол беріп қашайық», деді. «Дегенің болсын», деп Құмырсқамен қоштасты. Содан бері Сүлейменнің әскері қызыл жалау ұстап жүретін болыпты. Құмырсқалар да әлгіге дейін қызыл жалау көрсе, індеріне қашады екен. Сүлеймен тағы бірде Құмырсқаға: «Сенің әскерің көп пе, менің әскерім көп пе? Менің 6000 әскерім адамнан, 6000 әскерім жыннан, 6000 әскерім періден тұрады», деп мақтанды. Құмырсқа: «Әлбетте сенің әскерің көп. Дастархан басында сенің бір нөкеріңнің аузынан түскен нан қиқымы менің 15 құмырсқама азық болады. Олардың ризығынан біз несібеміз айырамыз», деді. Сүлеймен сөз төркінін түсінді. «Ендеше неге сен де мен сияқты күллі әлемге патша болуға ұмтылмайсың?» деп сұрады. Құмырсқа: «Ұлық Алла маған патшалыққа жердің астын берді. Жер бетінде менсінген барлық патша, батыр, бай-бағлан, ел ағасы мен өнерпаз, ойшыл білгіш, ғұламасының барар жері көр. Менің патшалығыма түскесін, олардан өткен мүсәпір болмайды», деді. «Сенің жасың қаншада? Қайсымыз үлкенбіз?» деп сұрады. «Кеше Нұх пайғамбардың кемесіне азық тасып, оның батасын алдым. Пайғамбардың сарқытын іштім. Бүгін сенің дастарханыңда отырмын. Ертең кіммен табақтас боларымда
бір Құдай өзі біледі депті. Сүлеймен патша өлместің суын алдырып ішкісі келді. Ол күллі мақұлықты жинап, мен өлместің суын алдырдым, ақыл қосыңдар, ішкен соң өкініп жүрмеймін бе, деп сұрады. Барлық мақұлық, сіз ішпегенде кім ішеді? Сіздей әділ патша мәңгі жасаса жарасады деп жамырасты. Патша жан-жағына қараса, кеңеске мәзере құрмысқа келмеген екен. Сауысқанды құрмысқаға жұмсады, ол келмеді. Екінші ретте алып кел деп қашырды жұмсады, тағы да келмеді. Үшінші жолы ит барғанда бірге ілесіп келді. Сүлеймен құрмысқаға қаһарланып, әмірімді неге өшеттің, деді. Өлімді ойлап, ақыретке дайындық үстіндедім, әміріңізді естімей қалдым, деді. Сауысқан айтпады ма? Сауысқан Зәкәрияны залымдарға ұстап берген, сол үшін оған сенбедім. Қашырды неге тыңдамадың? Ол Ыбырайымды отқа жаққанда жау жағына өтіп кеткен, оған да сенбедім. Ал ит әлімсақтан адамның досы, айнымас серігі, оған сендім, деді. Сүлеймен құрмысқаның тапқырлығына риза болды. Оған өлместің суын көрсетіп, мынаған не айтасың, деп сұрады. Тілімді алсаң ішпе. Неге мәңгі-мәңгі жасайтынымды қызғанасың ба? Бәрі іш деп жатыр. Қызғаныштан Құдай сақтасын. Алланың бергенін сайтан қызғанады. Бірақ мынаны ескергейсің. Мәңгілік Құдайға ғана жарасқан. Алламен таласу пендеге қол емес. Ажал момын құлды Аллаға жалғайтын алтын көпір, деген. Жүрегі таза пендесі Алламен кездесуге ынтық болар. Әр дәуірдің өз халқы, өз патшасы болар. Заманы бөлек ұрпақпен әңгімеміз жараспас. Қатарыңнан қалған соң қадірің қашады, деді. Сүлеймен судан бас тартып, ыдыстағы суды шашып жіберді. Өлместің туы шыршалар мен аршаларға шашырады. Олар осыдан бастап мәңгі жасыл ағашқа айналыпты.